Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн 10 ноябрь 2019 жыл. Кечеги кайсы мал базарды тартып берели деп выборго койгонбуз. Нокат, Учкун жана Жалал Абадтын базар коргон мал базарын койгонбуз. Көбүнчө 70% биздин катталуучулар Нокаттын мал базарын тартып бергиле деп выбордон жеңип чыкты. Ошон үчүн Нокаттын мал базарына келип отурабыз. Азыр бул жердеги жылкылар базарга кире баштады. Эртең менен азыр чекеден сиздерге тартып көргөзөбүз. Биринчи жылкы аттар тартылат туугандар. Андан кийин кунан, бышты байталдар, анан жаш кулундар тартып көргөзөбүз туугандар. Мына жерде мындай бир жоон аттагы түшүптүр. Азыр бул аттын дагы баасын сурайлы. Жаш аттай көрүнүп турат. Андыктан туугандар биз менен чогуу болуп, бүгүнкү Нокаттын мал базарындагы жылкы баалар кандай болду? Биз менен чогуу билиңиздер. Каналга каттала элек болсоңуздар, каналга катталып кетсеңиздер болот достор. Ат канча экен, а? 120. Жашы кандай экен? Жазгы 6 жашар. Мынакей жазгы 6 жашар. Айланып чаңытып жүргөн аттын баасы 120 000 сом деп коюлуптур. Жазгы 6 жашар болгондо ошондо 2 асый ат болуп калат туугандар. Досум, ат канча экен? 120. Жашы кандай? 9 жашпы? Улагы барбы жокпу? Каяктын аты? Номерин айтып койсуңбу? 0779 менен 32 89 78, а? Мынакей достор. Улагы бар дейт. Эгерде ат жаккан болсо, ушул номерге кайрылсаңыздар болот. Бул дагы чакан болгону менен мындай көркү жакшы ат экен. Үстүндө минип жүргөн ээси эмес экен. Бүгүн мына кара ат канча? 80 000 Жашы кандай? Кунан экен да? Каяктын кунаны? Жаңы базардыкы, а? Нокаттабы жаңы базар? Жаңы базар. Канчага сурап атат бул атты? Кунанды. 63,5 миңге келдиби, бербедиби? Номериң барбы жокпу? Жокпу? Мынакей туугандар, бул кунанды 63,5 миң сомго сураптыр, бирок берилбептир. Сыны жакшы экен. Номерим жок деп атат бул жаш бала. Башка жылкыларды да тартып көргөзүп бере берели. Бүгүнкү Нокаттагы ауа райы аябай кыштагыдай суук болуп турат. Күн өтө суук. Мынакей бул жакта карасаңыздар, топоздор 7-8 топоз байдап келатышат. Бука бошонуп кеттир. Тополоң салып атат бул бука, бошоно алып. Мынанки бир жакшынакай сындуу ат келиптир. Бул аттын баасын сурап коелу. Мынакей жанагы биринчи көргөзгөн жоон аттын баасы 200 000 сом дептир. Бул башкача порода дагы, российский порода окшойт. Жоон экен. Мынакей ушул атты тартып коелу.
Тоған атты қанша дедіңер? 150. Жашы қандай? 8 жаш па? Қаяқтың аты? Ноқатты қылы? Ұлаққа жүгірі? Басың қаншада отасан? 150 дедіңер, номеріңерді айтып қойсаңар? 0778 менен 46-45-03, Мінеке достар, жаңағы сыны бар аттың номерін айттым. Шул номері бойынша шалсаңыздар болады екен. 150 000 сом кем бар дейді. Арқа жағынан дағы бір сірә тартып көргізіп қойын бұл атты. Егер жаққан болса, ұлағы бар дейді. Айтылған номерлерге чалып бағалассаңыздар болады. Мінеке бұл қара алдыңғы екі бұтақ аттың басы 100 000 сом кем бар дейді. Жашы қанша жашы? 7-8 жаш па? Қаяқтың аты? Улаққа жүгірі жүгірбей? Улаққа мен алғанмын. Алған саңыр ба? Улаққа чалып көрілік? Улаққа бір-екі чалып көрдім. Жақшылай керек екен? Номеріңерді айтып қойсаңыр? Номерім жақшы білбейді. Білбейсің, номерің жатқа білбейді екен. Егерде номерін жаттап комментарийге жазып қойса болады. Андықтан туғандар, башқа жылқыларды біз тартып көргөз өрелі. Мына жерде да бір көк ат тұрады шул. Мына бір сұрап қойлы. Қаншада отат екен, жашы қандай екен. Көк ат қанша екен, көк ат? 80. Жашы қандай? 8 жаш па? 80 000 сом дейді. Жашы 8 жаш болғанда ошонда бір 4 асы болып қалады. Азыр ушул көк аттың иесінің номерін алып көрөлү, егерде номерін жатқа билсе. 0779 менен 09-09-87, Мінеке 09-09-87 номеріне қайырластар. Көк аттың иесіне чалсаңыздар, тура сүйлөшүп бағалашсаңыздар болады, егер сатылып қана кетпесе. Дағы мына жерде бұл көк аттың дағы қазір жашын сұрайыз. Бұл жаққа бастырып келсін. Досым, атты қаншада отасың? Атты қаншада отасың? Жашы қандай? 6 жашар ба? Мінеке 6 жашар дейді. Басы 80 000. Бұл жерде аттағы басы 80 000 сомда отады. Мінеке жаңағы номерін айтқан жігіт бұл аттың ұлағы бар деп жатат туғандар. Сексен ба? Жашы қандай? 6 жаш. Бергесең? Мінеке жерде аттың басы 80 000 сом дейді, 6 жаш. Аяқтың аты? Қандай жаш? Қысала? Улаққа чауылау чауылбай? Улаққа чауылбай, ба? Қанша өрді базар? Еми келдің ба? Мінеке улаққа чауылбай дейді, базарға еми келдің дейді бұл жігіт. Мұны атты қараңыздар, чапсадағы жүгіріп айтады. Мінеке туғандар, бүгінгі базарға жылқылар аз-маздан келе баштады. Азыр чекеден тартып тұрып, сынды құнандардағы түшіп тұр. Ошыларды біз тартып береміз. Андықтан біз менен чоғы болып тұрыңыздар. Мінеке жаңағы жоғын атты 200 000 сомды батып тұр. Жашы 10 жаш екен. Қазір ұшау атты менің көріп отады.
200 миң сом кеми бар деп атыптыр. 200 бекен, а? Бұлаққа бар шапсаң 500 дейді. Бұлаққа кіре екен. Азыр иесінің номерін алып берейін. Шул жонатқа қызыққандар болса, номеріне чалып байланышсаңыздар болады. Hazır kattın iyisin numaranı aytıp koyulu tuğanlar. 0508 0508 31 31 07 07 99 99 numarına kayrılıp hazır kattın. 0777 0777 daha bir numara. 69 69 38 69. 38 69 ha? Мінеке достар. Құрш па? Олаққа жооп бар жоқ па? Олағына жооп дейді, андықтан чалыңыздар. Құрштығы аяғай құрш дейді. Мінеке тоғандар бұл жерге азыр дағы бір келішкен бір ат келіп келді. Азыр ұшыл атты мінеке. Алыстан тартып тұрады. Жерде қашқағат екен, жоғын ат екен, чоң ат екен. Шыны иесінен сұрап көрелі, қанша да отады. Мінеке бұл аттың скоросты еріге түшіп қалды, паркыға тартып отады. Мінеке туғандар жаңағы чоң аттың басқаны тайтаңдап башқаша екен. Hazır. 150 Yaşı qanday ekan, yaş? 5 yaş. Ayaqdan atı? Omskiydan kelgan mi? Omskiyda Tsiganlardan kelgan ot ekan. Aka, nomeringizni aytib qo'yasiz mi? 72 meni. 0772 meni jomon cho'ng ot ekan. 75 29 26. 75 29 26 ha? Hozir buloqqa yugurmaydi ha? Uyga qo'yilgan. Ya yurga oyildi va? Buloqqa yurgisi kerak. Мінеке 150 миң сом дейді, азырқы номерлерге қайырластар. Өте чоң ат екен, Омскиден келген цыгандардың аты түшіп тұр базарға. Ондықтан бұл үйірге бұйыл қойылып тұр. 5 жаштағы ішінде 2 асы болып қалады. Базарды чаңытып, мінеке көріңіздер. Бойының биіктігі дағы бір 75-тен жоғары тұрады. Өте мындай оор басырақ ат екен. Бұны бір топқа салса бір жақсы үйретіп қойса, берақтан келіп нарақтан шығып кете тұрған ат болчудай. Тарбия ғана керек, жақсы. Бұл менен жаңағы бірінші көргізген ат екі оқшашыптағы кетеді екен. Бірақ мына кейінгі келген ат андан аз-маз биігірек. Басы дағы 150 миң сом деп жақсы баға қойып тұр. Атты сынаулар башталды. Жаңытып сынау аттарды. Мына бұл жерде Қашқадағы шаққан жақсы ат екен. Мына кетівандар азыр Ноқаттың мал базарындағы ең бір жақсы ат. Ұшу жерде ұшыл ат болып тұрады туғандар. Жүріші, чұрқашы бар жайында дейді. Азыр басы қанша екенін сұрайбыз. Олаққа жүгіре тұрған ат ұшындай болады өзі негізі.
Азыр бул аттын баасын, жашын булакка чабылабы, чабылбайбы сурап берейин туугандар. Мынакей туугандар, Шаңкол деген жердин аты экен. 2 жаштагы булакка чабылган, баасы 300 миң сомдук бул келишкен жерде качканын ээсинин номерин сурап берем. Булакка чабылат, булакка гарантия жакшы кылып үйрөткөм деп атат. Турушу дагы бир өзгөчө турат, караңыздар. Баа бериңиздер. Бул ат баардыгына жактуу болуш керек. Биздин Муз-ТV каналынын көрөрмандарына. Азыр бул атты мени көрүп атышат, уже бир адам келип сразу 120 миң сом берип койду. Азыр бул аттын содасы боло берсин. Эгерде сатылбай кала турган болсо, мен туугандар номерин алып берейин. Бул жерде туугандар сөз болуп атат. Бул атты 150-160 миң сомго чейин чыгыптыр. Ээси ал бааларга бербеген экен. Мынакей топту жарып эле наракка кирип кетип атат бул ат. Сүрдүрүп эле. Мынакей туугандар, бул жерден азыр номерин алып берейин. Номериңди айтып койгон досуң. 78 миң. 778 миң. 10-03-88. Мынакей туугандар, бул аттын номерин алып бердим. Ушул номерге чалып бааласаңыздар болот. Жана кара кунанды мени көрүп атышат. Мына кара атты дагы баасын сурап коелу, канча деп атат экен. Канча деп атасың атты? 120. Жашы кандай? 4 жашпы? Номериңди айтып койгочу. 76 миң. 776 менен 008997. Мынакей 4 жаш экен. Номерин айттым, ушул номерге кайрылып çalsanızlar болот туугандар. Мына жерде соода болуп жүрүп атат туугандар. Мына ушул тай соода болуп атат экен, 28 миң сомго ушул тайды бербей атат. Koyanma kadar. Мынакей туугандар, ушул жерде качкан соода болуп атат. 58 миң сомго чейин чыкты. Мына 58 миң сом берип атышат. Ээси 60 миң сом берип бул атты алып кете бер деген бул жакта сөздөр угулуп атат туугандар. 59 миң сомго чыкты бул экен.
Hazır бұл содан жүрішін көрелі дағы екі ошында 1000 сом талашы болып атады. Аттың түзіліші жақшы. Altırışım gerek at böyle. Bak ya. Ulan bak altırışım lazım da gel. Мына сөздерін ұғатастар 60 000 сомдан бір тиын кемі жоқ деп атады. 59.500 сомға шықты туғандар. 60 000 сомға сатылды. Жашы қандай әлі жашы? 5 жаш. Кетірі жақтан мені қойды бұл әкедағы. Мінеке туғандар, сіздерге біз бұл базардағы құнандарды, тайларды тартып баштайбыз. Бұл алдыда сіздер көріп тұрған көк түстегі, қара көк түсті екен. Бұл әлі бейіс айтып тұрады, бұл тай екен. Ушыл жерде Қырғызстанда туылған дейді. Енесі дағы российский, атасы дағы российский жылқы екен. Басы 200 000 сом кемі бар деп жатады. Әлі құнан тишін бұзале екен бұл. Сыныдағы келішкен жақшы құлын екен. Құлын деп айтып қойсақтағы болады. Aşlar var, şuraya düşüyor şu ağaçta. Bu trenci orta yerimizi yangi taşıyan. Ошону 120 000 сомдо атат экен. Бул жашы кандай экен? 4 жашар. Жаңасы экен да. Басы канча? 120 деп атасыз ба? 120 деп атасыз. Кемі бар, а? Номеріңізді айтып қойбайсыз ба? 59 var. 559 менен 87 77 87 41 ба? Мынакей жаңасы да бұл қара аттың басы 120 000 сом екен. Айтылған номерлерге чалып сұрайсыздар. Geçen ulak kovarlarsa minik boylarını Жаңағы жерде қашқа мен номерін алып берген 2 жаштағы құнандың басы уже қызы баштап тұр бұл жерде. Содасы жүріп атат, қанша берді екен азыр сұрайыз туғандар. Қанша берді? 165. Мұстава. Жана 165 000 сом беріп тұр туғандар. Жаңағы өте сыны қашықтағы құнан екен. Бірақ чоң аттайлы жақсы үйретіліп тұр. Өзіңіздер көрдіңіздер қандай киріп отқандарын, қандай жүгіріп отқандарын. Азыр 165 000 сомға шығып тұр. Азыр береуі, бербеуі. Бұл соданың жүрішінде сіздер мен чоң көріп тұғандар. Yalan ne olur? En birine seni aytayım. Bir, tutsam oldu. Bir olur. İlk çıkan.
Ekkan. 70'den 2 milyon. Ver oğlum. Bunu 68. Hakkımın bana ver. Hey, 68. Ne olur da Mamlaket onlar 168 bin so'mga chiqdi. Verdin mi? Versen. Pul hesaptaş. Pul hesaptaş. Pul yok. Pul hesaptaş. Bravo. Pul hesaptaş. Yaxşı oldu. Ver. Ver. Osuruk programından bulmayız. Vardı. Berekene 68. O'zing to'ltirib ayt berekani. Ver. Yaxşı oldu. O adamda var. Var baraka. 169 bin so'mga chiqdi. Ya ming samati ber, ming sam. Mana maga. Bizam shuni jetana otib qo'yamiz. Kechga uloq. Mamlaket onlar 170 bin so'mga cheyin chiqdi bular. Biroq berib tatdi. O'zi negizi bosi 300 bin so'mda o'tgan. 170 bin so'mga chiqdi to'g'anlar shu yerda. Boshqa 2 yoshdagi qunon. Biroq cho'matda ko'rinadi ekan ko'rinish. Жақсы чауып, жақсы қылып тәрбиелеп қойып тұр. Барарына барғанда бұл аттағы өте миллиондық ат болчудай түрі бар екен. Мынакей туғандар, ушул сіздер көріп тұрған полукровка екен, Россиядан келген. Бағасы 120 мың сом кемі барды атып тұр. Полторашка. Азыр құнандарды тартып көргөзөлү. Бұл жақта мынандай көк құнан дагы турат. Бұл дагы сыны дагы жакшы экен. Канчада отасың көктө? 200. 200 жашы кандай? Yaşı yaz güç yaşar. Жазга 3 жашар. Жазга буш деген бул. Номериңерди айтып койсоңор ба? Номер attı gaz yok. Эгасы жок ба? Эгасы жок экен да? Эгасы болмос экен. Мынакей туғандар, бұл жерде құнандың түрін алып келген. Бұл жігіттің құнанымен де таныстырып қояйық. Ассалауму алейкум. Қаншада отасың? 150, а? Жашы қандай? Yaşı yazmış. Жазға бышты екен туғандар. Дағы быштылар бар жоқ па? Құнандар. Номерің айтып қойсың ба? Бұндағы қызыққандар болса 556 менен 01 57 77. 57-77. WhatsApp бар аушы да? WhatsApp жоқ па? Мынакей жазға 3 жаш деп бұл жоғын жолпы жақшы. Пародасы қандай бұның? Arodası yok bilmiyorum. Білбейсің ба? Келгеніне бір жыл болды, Россиядан келген екен. Азырқы номерге қайрылып, чалып, білсеңіздер болады достар. Көкті қаншада отасы әка? 150 отасы ба? Жашы қандай? Жазға 3 жаш, бұл 150 мың сом екен, жазға 3 жаш, жазға бышты. Азыр ушул құнан малындағы турушу, түзүлүшү. Мынакей туғандар байталдары татып көргөзө берели. Бұл байтал 45 мың сом кеми бар дейді ушул байталда. Мынакей Орловский жылқы бие издеп жүргөндөр аябай көп. Бұл бие 300 мың сом кеми бар дейді. Қанчаны туған бе бұл? Бүрен туған ба? Бірді туып тұр шындай. Өте чоң бе екен азыр. Басы 300 мың сомда отып тұр. Таза қанды Орлов бейесі дейді. Номеріңізді айтпайсыз ба? Білбейсіз ба номерді? Номерін жатқа білбейді екен. Бүгінгі Ноқаттың базарындағы сатармандар. Бұл бейінің басы 300 мың сом. Мына биелер екеудің жазда туй деген 65 мың сом кемі бар дейді. Азыр ушул тапта мына боз екен.
Мынакей туғандар, сіздерге қазір жаш құлындарды тартып берелі. Мына нарқынысы чоңырағы 40 000 сом екен. Мына кішіне тайлар. Мына тайлар қанша екен? Taylarda kaç adı? Kaçları? Nana. Onlar 18'den. Erkek mi açıyor bunlar? Erkek. Erkekler ha? Mına ketonlar erkek taylar. Ceteleme, toygo ceteleme taylar. 18 000 somdan bugünkü Noqat'tan mal pazarında bulut atıken. Qancha deyapsiz? Mına erkek tay 20 000 som kemi var eken. Taza qara bayır deydi. Bulardağı 20 000 som. Mınaki bu urgaçı tay eken 28 000 somga hazır alınıptır. Mınaki urgaçı taylar. Bular ekönü 55 000 somda adat eken. Oşonda 27 000 somdan aylanıp kalat soğanlar. Ekoten urgaçı. Mına erkek eşek 7 000 som kemi vardı atıptır. Erkek peşeğin 7 000 som kemi var eken da çigittin eşeği. Kumda yegarlar kança? 2,5 kemo. 2,5'dan mı? Özünüz жасайсыз ба? Жоқ, usta. Mına жүгөндөр Koca. Bunun 2,5 kemo. 2,5 mı? Mına ketonlar 2,5 000 somdan kemi var eken. Жүгөн kança ki жүгön? Жүгөндөр kança? Şöyle 1000 so'mdan. 1000 somdan mı? Şöyle oluyor. Yengilep. Taza koca o. Ha, toza kaçtı. Onun nuktası ham bor. Komplekt tanıyor musun? Nuktası. Özüңөр тигесиңер ба? 1000 somdan kemi var eken. Şul jigitler özdөрү tiget eken тугандар. Üzöngüler kança üzöngüler? Kaça so'm? 2,5 so'm. Ya. Ha, qanday bor? Bir jup üzöngü 2000 som kemi var deydi. Oşonda birösü 1000 somdan aylanat eken. Mına jawolar 800 somdan kemi var dep atıptır. Bul jakta ulakka ötüktөр turат. Türkün түстүү ерлер турат, азыр ушуларды сурап беребиз. Мына ушул улактын өтүгү 4,5 000 сом кеми бар экен. Мына эгерлер 4 000 сомдон экен. Бул алдыдагысы 5 000 сом кеми бар дейт. Мына эркек кулун 40 000 сом кеми бар экен. Канчада атасың? 40 000. 40 000 ба? Эркек а? Эркек кулун. Былтыркы же быйылкы? Быйылкы а? 40 000 som kemi var deydi. Kança oldu? Mına ушундай кулундар бүгүнкү базарда 24-25 000 somdan тегелегенде болуптур. Орто эсеп менен кичине тойго жетелемелер 18 000, 15 000'den баштап 18 000 somga чейин экен тугандар. Бүгүнкү Noqаттын мал базарындагы бааларды, жылкылардын бааларын билдиңиздер. Бүгүнкү көргөзүүнү биз соңуна чыгарабыз. Кийинки көрсөтүү бодо малдарды тартып көргөзөбүз тугандар. Андыктан биз менен чогуу болуп, кийинки көргөзүүнү дагы көрүңүздөр. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып, өзүңүздүн ой пикириңиздерди жазсаңыздар болот. Кийинки базаларда эмнелерди тартабыз, кандай катачылыктар болуп атат, ошол тууралуу жазып кетсеңиздер болот тугандар. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин аманчылыкта жолугушалы. Мына ерлер канча экен а?
Aka. Qancha? Altın neden jasalgan? Taldan mı? Naç? Жаңғақ. Qancha bu? 3000. Ha, жаңғақ еркен бұл тал ер. 6000 сом. Yirmi birden oldu. Erkek be? Urgaçı mı? 21 bin сомдан болып тұр urgaçılar.